Қайырлы күн, құрметті ағайын. Бүгін біз Алланың қалауымен бұл дүниеде және ақыретте адамды жетістікке жеткізетін қадамдарды талқылауды бастаймыз. Біздің топтауымызша, адамды дүниесі мен ақыретінде жетістікке жеткізетін қадамдардың ең алғашқысы ол уақытты тиімді пайдалану, уақытты дұрыс жоспарлау. Өткен видеомыз айтқанымыздай, жетістік деген тек қана байлық емес, оны тек қана ақшамен немесе материалдық нәрсемен қарамау керек. Жетістік деген кез келген адам алдына қандай да бір мақсат қойып, сол мақсатқа жететін болса, міне соны жетістік дейді. Жетістіктер енді өз ішінде кішкентай, орташа, үлкен болып бөлінуі мүмкін. Ол адамның өзіне байланысты. Егер де бір адам алдына бір ғана кітап жазып шығуды мақсат қойып, сол кітапты жазып шығатын болса, ол жетістікке жетті. Бір адам үйім бар, машинем болса болды, соған жетеді деп мақсат қойып, соған жететін болса, ол да жетістікке жетті. Ал енді бір адам шексіз байлыққа қол жеткіземін деп мақсат қойса, ол да жетістікке жеткен болып саналады. Сонымен қатар, Құранды толық жаттап шығамын, немесе хадис кітаптарының 6 атақты ұлы кітабын толық оқып шығамын, немесе жаттап шығамын деп мақсат қойып, соған жететін болса, ол да жетістікке жетті деп саналады. Демек, жетістік адамның алдына қойған мақсатына қол жеткізуі. Осы қадамды талқыламас бұрын екі нәрсеге ескертіп кетейік. Біріншіден, бұл 12 қадамды адам ести сала бірден жетістікке жетіп кетеді, байып кетеді деп ешкім айтпайды. Ондай уәде ешкім бере алмайды. Әрбір адамның жетістікке жетуі адамның өзіне байланысты. Бұл 12 қадам сіздерге берілетін бағдар. Сол бағдарды сіздер әдетке айналдырып, өмірлеріңізде іс жүзінде қолданатын болсаңыздар, Алланың қалауымен жетістікке жетесіздер. Оған кәміл сенуге болады. Екіншіден, бұл 12 қадам мынау маңызды, мынау маңыздырақ деген сияқты нәрсе жоқ. Бұл жерде мысалы уақытқа қарау ең бірінші орында тұрады екен, немесе одан кейін білім алу ол екінші тұрады екен деген сияқты нәрсе айтылмайды. Бұлардың барлығы да өзінше маңызды. Бұлардың барлығын бірге іс жүзінде қолданып, өмірде тәжірибе жүзінде қолданған кезде адам Алланың қалауымен жетістікке жететін болады. Уақыт өте үлкен нығмет. Француздар айтпақшы, уақытқа ие адам барлық нәрсеге ие. Сонымен қатар, осыдан 14 ғасыр бұрын пайғамбарымыз айтып кеткендей, адамдардың барлығы қадірін білмей ұтылып қалатын екі нәрсе бар дейді. Біреуі денсаулық, екіншісі бос уақыт. Демек, бос уақыт, немесе уақыт деген нәрсеге ислам шариғаты өте қатты мән беріп қарайды. Сонымен қатар пайғамбарымыздың тағы мынандай бір хадисі бар. Қиямет күні дейді, адам 4 нәрседен сұралмайынша аяғы орнынан тапжылмай бір орында тұрады дейді. Біріншісі, өмірін қалай жұмсағаны, яғни уақыт, оны қалай жұмсады, сол жайында сұралады адам. Екінші, сол өмірдің ішіндегі маңызды бөлігі, яғни жастық шағын қалай жұмсады, сол туралы сұралады екен. Ал енді қараңыздаршы, адамға өмір, уақыт, яғни жастық шақ берілген кезде, әдетте адам оны екі түрлі нәрседен біреуіне жұмсауы мүмкін. Не байлық іздейді, не білім іздейді. Сол себепті хадистің жалғасында айтады. Және де үшінші нәрсе, байлықты немесе мал дәулетті қалай тапты, қайда жұмсады, сол жайында сұралады дейді. Және төртіншісі, білімін қалай жұмсағандығын, немесе қалай қолданғандығы жайында сұралады дейді. Демек, адам баласы, кез келген адам осы 4 нәрседен сұралады екен. Өмірі, жастық шағы, мал дәулеті және де білімі. Томас Манн айтады, әрбір сағатыңды, әрбір секундыңды, әрбір доли секундыңды санап, оны былай жеткен кезде малыңды, ақшаңды санаған сияқты санап, онда сараңдық танып дейді. Бұл дүниеде сараңдық танытуда ұялмайтын жалғыз нәрсе ол уақыт қана дейді. Яғни адам мысалы тиын тебенін санап, қорадағы малын санайтын болса, мынау сараң екен, мынау дүниесін санап қалған екен деген сияқты адам кішкене жазғыруға немесе бір ұятты сипат оған таңылуы мүмкін. Ал енді уақытқа сараң адам, уақытына өте мұқият қарайтын, уақытына өте ешкімге бергісі келмей, оны қызғанышпен қарайтын адамға ұялудың қажеті жоқ. Я уақыт. Уақыт Алланың барлық адамға бірдей берген нығметі. Бәрімізде де, байда да, кедейде де, кәріде де, жаста да, ер мен әйелде бәрінде бірдей 24 сағат. Бірақ 24 сағаттың ішінде біреулер байып жатады, біреулер орында тұрады. Біреулер тіпті құрдымға келіп жатады. Оның сыры неде? Оның сыры уақытты тиімді пайдалануда, немесе уақытты дұрыс жоспарлауда. Бизнес тілінде бұны тайм менеджмент деп атайды. Адам уақытты дұрыс жоспарлауды бастамас бұрын, яғни тайм менеджментті қолдана бастамас бұрын, ең алдымен өзінің өмірінде баланс сақтап, немесе тепе-теңдік сақтап үйренуі керек. Көп адамдар өзінің өміріне есеп беріп қарайтын болса, толығымен жұмысқа берілетін адамдар бар.
толығымен үйіне ғана берілетін адамдар бар, толығымен еш нәрсе жасамай жата беретін адамдар бар деген сияқты әртүрлі жағдайлар болады. Анығында Алла Тағала адамға өмір бергендіктен ол өміріндегі барлық салаларды мейлінше тең ұстауға тырысу керек, немесе әрбіреуіне көңіл бөлуге тырысу керек. Дүниесі мен ақыретін тең ұстау керек, үйі мен жұмысын тең ұстау керек, өзі мен отбасын тең ұстау керек. Шариғат ғалымдары адамның өмірдегі байланысы үш түрлі болады дейді. Біріншісі адамның өз-өзімен байланысы. Яғни өз-өзіне қарауы, өзінің денсаулығына көңіл бөлу, тағы басқа өзін жақсы көру деген сияқты нәрсенің бәрі адамның өз-өзімен байланысына жатады. Екіншісі адамның Раббысымен байланысы, яғни құлшылығы, оразасы, немесе ақыреттік азығы деген сияқты. Үшіншісі адамның қоғаммен байланысы. Адам болып жаралғандықтан ол қоғамнан бөлек болуы мүмкін емес. Сол себепті адам осы үш байланысты тең ұстауға тырысу керек. Адам толығымен құлшылыққа беріліп, Раббысымен ғана байланысын жасап, тек қана ақыретін ойлап кететін болса, ондай адамдар әлбетте аскет болып кетеді. Қоғамнан былайша айтқан кезде жырақ болып қалады. Егер де адам тек қана өзіне қарап беретін, өзіне ғана көңіл бөлетін болса, онда ол адам өзімшіл болады. Олда да қоғамнан жырақ болады. Олда да былайша айтқан кезде құлшылығына басқасына мән бермейді, тек өзім байсам, өзім жесем, өзім көрсем деген сияқты нәрсе болып кетеді. Сонымен қатар адам тек қана қоғамға беріліп кететін болса, ол адам әдетте көп ұзамай денсаулығын құртады, немесе оның өзімен жаңағындай ақыреті артта қалып, тек қана қоғам деп қалуы мүмкін. Сол себепті ең дұрысы адам осы үш нәрсеге де мән беру керек. Адам уақытын тиімді пайдаланбас бұрын ең алдымен осы нәрселерді ой елегінен өткізу керек. Қазіргі сүріп жатқан жағдайым, өзіме көңіл қаншалықты бөлінеді, қоғамға мен қаншалықты көңіл бөлемін, ақыретім үшін не жасап жатырмын деген сияқты. Алдыңғы видеода айтқанымыздай, Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген дұғаны қарасақ, я Раббым, маған дүниеде жақсылық бер және ақыретте жақсылық бер дейді. Шариғаттың өзі адамның дүниесі мен ақыретін тең ұстап өмір сүру керектігін бізге үйретеді екен. Сол себепті уақытыңызда дұрыс жоспарлауды бастамас бұрын ең алдымен өміріңізде баланс сақтап үйреніңіз. Жаңағы үш қарым-қатынастың өзімен өзі, Раббысымен және қоғаммен сияқты осы үш байланысты анықтағаннан кейін адам уақытта дұрыс жоспарлаудың екінші қадамына көшеді. Екінші қадамы ол мақсаттарды анықтау. Кез келген адамда арман бар. Кіші арман болсын, үлкен арман болсын, әйтеуір барлық адамда арман бар. Арманы жоқ адам тіршілік ету мүмкін емес. Ал енді осы арман болғаннан кейін адам сол армандарға жеткізетін мақсаттар қою керек. Сіздерге жеңілірек болу үшін мен сіздерге былай деп түсіндірейін. Мақсат қою үшін, немесе алдағы арманды анықтау үшін адам өзіне сұрақ қою керек. Жалпы адам өзінің өмірін өзгертуде осы сұрақтан басталады. Сұрақ қойған кезде адам былай қою керек: маған бұл дүниеде не керек? Және ақыретте мен не нәрсеге қол жеткізгім келеді? Осы сұрақтардан шыққан жауап сол сіздің мақсатыңыз болады. Маған дүниеде мысалы айтайық, мен белгілі бір салада чемпион болғым келеді. Онда соған қатысты өзіңіздің мақсаттарыңызды жазыңыз. Мен мынаны істеуім керекпін, мынаны істеуім керекпін, мынаны істеуім керекпін деген сияқты. Ақыретте сізге не қажет? Жәннаттық болғыңыз келеді. Оған жетелейтін нәрсе не? Ол намазға берік болу, Құран оқу, дұғалар жаттау деген сияқты. Ондай болса, соларды жаңағы мақсат ретінде жазуыңыз керексіз. Мен өмірде байлыққа қол жеткізгім келеді дейтін болса, онда да жазу керек. Ол үшін мен мынандай нәрсе жасауым керекпін, мынандай деген сияқты. Демек, адам міндетті түрде уақытын дұрыс жоспарлау үшін ең алдымен мақсатын анықтау керек. Біз бұл мақсат және арман туралы келесі видеоларда толығымен егжей-тегжей сөз ететін боламыз. Қазіргі кезде бұл қысқа ғана айтып кететін нәрсем, мақсат алдыға қойылған кезде ол қол жетімді, ақылға қонатын, дәл қазіргі кезде сізге керекті, белгілі бір уақытпен шектеулі болу керек деген сияқты өзінің шарттары бар. Осы нәрселердің бәрін алдағы уақытта талқылаймыз әрине, бірақ мақсатты міндетті түрде адам жазып қою керек. Өзіне алдағы уақытта не нәрсеге қол жеткізгісі келеді, ол нәрсе міндетті түрде жазылу керек. Арман мен мақсатты белгілегеннен кейін адам өзіне ыңғайлы тәсілді табу керек. Бизнес саласында бизнес коучтардың, психологтардың жазған, бұл салада жазған кітаптар өте көп. Солардың ішінде адам өзіне ыңғайлы бір тәсіл ойлап табу керек. Мысалы, бұл видеоны көріп отқан адамдар әртүрлі. Оқушылар бар, спортсмендер бар, бизнесмендер бар, дін саласындағы адамдар бар. Әрбіреуінің өзіне ыңғайлы, өзіне бір ұнайтын бір тәсілмен жүру керек. Мысалы, мен сізге қазір бір-екі ғана тәсілді айтайын, мысалы. Бірақ та сол тәсілмен жүріңіздер деп айтпаймын. Бірақ та бұл өте танымал тәсілдердің бірі. Мысалы, Эйзенхауэр тәсілі деген бар. Ол кісі күнделікті жасалатын істерді төртке бөледі. Біріншісі
маңызды және шұғыл. Бірінші жерде жасалатын нәрсесі. Екіншісі маңызды, бірақ шұғыл емес. Яғни ол нәрсе жасалу керек, ол сіздің мақсатыңызға, арманыңызға қол жеткізуде ол маңызды рөл ойнайтын бір іс, бірақ та ол дәл қазір жасалмаса да болады деп. Екіншісі жұмыстар. Үшінші істер ол маңызды емес, оның өміріңізге де, басқаңызға да ешқандай пайдасы болмауы мүмкін, бірақ та ол шұғыл, қазір жасалу керек. Ол жасалмайтын болса, кейін оның жасалынбай қалады деген сияқты істер. Және төртіншісі маңызды да емес, шұғыл да емес. Ол ондай жұмыстарға ол кісі қарамайтын болған. Тура сол сияқты А, Б, С, Д деп төртке бөліп қарайтындар да бар. Мысалы, А деген ол маңызды, оны қазір жасап тастау керек, онсыз болмайды. Екіншісі одан төмен дәрежедегісі, үшіншісі одан төмен дәрежесі деген сияқты осылай істерді төртке бөліп қарастыратындар бар. Сол сияқты мысалы Марк Твен әдісі деген де бар. Ол кісі айтады, Марк Твен айтады, адамға бір күнде бір бақа жеу керек болса, онда ол оны таңертең жесін дейді. Егер адамға екі бақа жеу керек болса, онда ол үлкеннен бастап жесін дейді. Яғни ол кісі бақа деп арқылы адамның күнделікті істейтін істерін осылай бақаға теңейді. Өйткені былай қарайтын болсақ, адамның мынау арманына, мақсатына жеткізетін істер әдетте адамға кішкене ұнамай тұрады, кішкене бір жағымсыздау болады. Бірақ та адам оны жасау керек. Жасаған кезде ғана ол мақсатына жетеді. Мысалы, адам телевизор көру арқылы, музыка тыңдау арқылы, бір жерге барып бір нәрсе тыңдап келу арқылы мақсатына қол жеткізбейді. Мақсатына қол жеткізудің ең бірінші қадамы ол өзіңіздің бір нәрсе жасауыңыз. Мысалы, сіз айтайық, жарты жылдың ішінде Құранның бәлен түген бөлігін жаттаймын дейтін болсаңыз, күнделікті түрде сіз әйтеуір бір аят болса да, екі аят болса да жаттап сол жаңағы мақсатыңызға жетесіз. Немесе сіз бизнесіңізде бір проектті ойлаған болсаңыз, жарты жылдан кейін осылай жасаймын деп, сіз күнделікті осы бизнеске қатысты бір істер жасап тұруыңыз керексіз. Ал енді құр бір нәрсе тыңдау, құр бір нәрсе көру, біреумен сөйлесіп келу деген сияқты нәрсе адамды мақсатына жеткізбейді. Адам кішкене жалқау келеді. Сол себепті оған бір нәрсе жаттау, немесе жаңағы бизнеске қатысты бір нәрсені істеу, біреумен кездесу деген сияқты нәрсе кішкене көкейіне жақпайды. Ол ұйықтағысы келеді, демалғысы келеді, тағы басқа деген сияқты. Сол себепті Марк Твен бұндай нәрсені бақаға теңеп, яғни адам бақа жегісі келмейді, тура сол сияқты жаңағы нәрселер жасағысы келмейді. Бірақ ол жасау керек. Және де ол оны мейлінше таңертең жасап тастаған жақсы. Өйткені таңертең маңызды, үлкен деген істі жасап қойсаңыз, кешкі уақытта сізде оңай қосалқы жұмыстар жасауға уақыт жетеді, және сіз оны еркін жасайсыз. Ал егер де сіз күндіз жеңіл нәрселер жасап тастап, ауырды кешке қойсаңыз, сіз шаршауыңыз мүмкін, өзіңізге сылтау іздеп, ол істі ертеңге қалдыруыңыз мүмкін. Сіз мақсатыңызға жеткізетін істі ертеңге қалдырған сайын, мақсатыңызда бір күнге шегінеді. Сонда сен естен шығармау керек. Сол себепті адам өзіне ыңғайлы бір тәсіл табу керек. Ол жайында жазылған кітаптар өте көп. Және де интернет парақтарында олар өте көп. Бірақ міндетті түрде адам бір тәсілмен уақытын жүйеге келтіріп жоспарлау қажет. Мақсатты анықтағаннан кейін, өзіңізге ыңғайлы тәсілді тапқаннан кейін, адамның уақытын дұрыс, тиімді жоспарлаудың ең үлкен кілті ол жоспар жазу, план жазу. Кез келген атақты адам, ғылым саласында болсын, бизнес саласында болсын, дін саласында болсын, атақты ғалымдардың, атақты жетістікке жеткен адамдардың барлығы де өмірлерін белгілі бір жоспармен жүреді екен. Олар бір апталық, бір айлық, жарты жылдық жоспарлар құрып тастайды. Ал енді жетістікке жете алмай жүрген адамдар болатын болса, олардың көбісі жоспармен жүрмейді. Олар әйтеуір көзін ашып оянады, әйтеуір көзін жұмып ұйықтайды. Соның арасында не істеп, не қойғанын өзі есеп бермейді. Сол себепті жоспар жазу өте маңызды. Жоспар жазған кезде сіз екіге бөліңіз. Бірінші апта және екінші апта деп. Бірінші апта жоспар ол сіздің сараптамалық апта болып саналады. Яғни, мысалы сіз бүгін осы видеоны көрдіңіз, бірден блокнот сатып аласыз, ручка сатып аласыз да, қазірден бастап жоспар құруды бастайсыз. Жоспар құрмас бұрын бірінші апта өзіңізге сараптама бересіз. Ол қалай? Сіз бүгіннен бастап келесі жексенбіге дейін күнделікті жасап жүрген істеріңіздің барлығын ерінбей қағазға түсіруіңіз керексіз. Яғни, қазір осы видео біткеннен кейін бір нәрсе жасайсыз ғой, жоспарлап қойыңыз, блокнотыңызға жазып қойыңыз. Мен сотқа шұқыладым, жазып қойыңыз. Сағат 5-тен сағат 7-ге дейін сотқа шұқыладым. 7-тен ағырай жарты сағат тамақ іштім, 1 сағат тамақ іштім, жазып қойасыз. Осылай барлық істегеніңізді, біреумен кездескеніңізді, біреумен сөйлескеніңізді, сотқа шұқылағаныңызды, интернет шұқылағаныңызды, музыка тыңдағаныңыздың бәрін ерінбей жазыңыз. Бір апта бойы осылай жазғаннан кейін, осы істердің барлығын алып, пайдасыз деп екі баға жазыңыз да, осы бағандардың ішіне жаңағы істеріңіздің барлығын лақтырып тастаңыз. Жетістікке жете алмай жүрген адамдардың 90%-ы
осы бір апталық жұмысын сараптама жасаған кезде оның ішіндегі 60% жұмысы оның өміріне ешқандай пайдасы жоқ, не дүниесіне, не ақыретіне пайдасы жоқ істер екенін байқайды. Көбісі көп уақытын сотқа шықпауға, ұйықтауға, біреумен болмайтын нәрседе сөйлесу деген сияқты нәрселерге жұмсайтынын байқайды. Ал өзінің жаңағыдай арманына, мақсатына жеткізетін нәрсе жасап жүрмегенін байқайды. Сол себепті сіз өзіңіз шешім қабылдап, өмірімді өзгертемін деп шешім қабылдаған болсаңыз, жоспарды міндетті түрде жазуыңыз керексіз, және жоспар жазбас бұрын өзіңізге осылай анализ жасап алыңыз. Не нәрсені сіз жасап жүрсіз пайдалы, не нәрсе сізге пайдасыз. Содан кейін жаңағы пайдасыз деген бөлікте шыққан істердің барлығын мен мұны екінші ешқашан жасамаймын деп сызып тастап ешқашан қайталамауға тырысыңыз. Бұдан былай, яғни келесі аптадан бастап сіз тек өзіңіздің қазіргі кезде жасап жүрген пайдалы істеріңізді ғана қалдырыңыз да пайдасыздың бәрін шетке лақтырып тастаңыз. Бір аптадан кейін келесі аптада жаңа өмір бастағандай жаңағыдай жоспарлар құруды бастаңыз. Жоспар құруды бастаған кезде жаңағы пайдалы істеріңізді аласыз, сонымен қатар мақсатыңызды белгіледіңіз ғой, сол мақсатыңызға жеткізетін істерді күнделікті жасап отыру керек. Жарты жылдан кейін сіз, мысалы айтайық, Құранды бәлен парасын жаттап шығамын деп мақсат қойдыңыз ба? Ол мақсатты міндетті түрде жарты бет болсын, 3 аят болсын, 10 аят болсын, жаттау деп ол қойылу керек. Бизнес саласында миллион табамын деп мақсат қойдыңыз ба жарты жылдың ішінде? Онда сіздің бүгіннен бастап барлық істеріңіз сол миллион табуға қатысты нәрсе болу керек. Жоспарыңызда күнделікті ол міндетті түрде жазылып тұру керек. Демек, сіз жоспар құрмас бұрын бірінші апта өзіңізге сараптама беріңіз, ерінбеңіз, бәрін жазыңыз. Екінші аптадан бастап сіз жаңағы пайдалы істерді, тек жаңағы қойған мақсатыңызға жеткізетін нәрселер жазуыңыз керексіз. Спорт саласында жетістікке жетемін, чемпион боламын деп мақсат қойдыңыз ба? Күнделікті түрде жаттығуға уақыт бөліну керек. Осылай адам өзінің мақсатына жетеді. Егер де сіз мақсатты қойып, жарты жылдан кейін осылай болады. Әсіресе мынау жаңа жылдан кейін адамдар өздеріне мақсаттар қойып жатады ғой. Мен биыл 2020 жыл келді, Алла қаласа мен үй аламын, бәлен түген деген сияқты мақсат қойды, армандайды, бірақ та ол сол беті қалады. Мынау бір жақсы бір сөз бар. 2010-нан бастап 2019-ға дейінгі жаңа жылда бір-бірімізге тілеген тілектерімізді айтқан кезде тек цифрасын өзгертіп, жаңағы жылдың цифрасын өзгертіп қойса болады, а тілектер ешқандай өзгеріссіз қалады деген сияқты бір әзіл айтылған сөз бар. Ал енді оның сыры көбінесе адамдардың жаңа жылда өзіне қойған мақсаттары мен армандарын күнделікті жасайтын істерінің арасында байланыс болмауында. Сол себепті жоспарда міндетті түрде арманға жеткізетін істер күнде жасалу керек. Сонымен қатар сіз жоспар құрған кезде міндетті түрде басында бәрін керемет қылып жасап кете алмайсыз. Міндетті түрде сіздің бір нәрседе әйтеуір бір үлгермеуіңіз мүмкін, бір нәрсені толық жасай алмай қалуыңыз мүмкін, бір нәрсені тағы басқа кемшіліктер жасауы мүмкін. Осы орайда Нұрлан Байділда деген бір бауырымыздың бір айтқан жақсы сөзі бар. Начинай на 3, продолжай на 4, заканчивай на 5 дейді. То есть 3 деген бағаға баста дейді. Бастаған кезде міндетті түрде сіздің істеріңіз 3-пен басталуы мүмкін. Бірақ күнде пысықтап, оны 4-ке келтіріп, бірақ та міндетті түрде мақсатқа жететін уақытта оны 5-пен аяқтау керек. Жоспарыңызды 5-ке аяқтайтын болу керек. То есть жоспарыңыз 5-ке аяқтау деген сөз, бір күнде қандай жоспар қойсаңыз, солардың бәрі жасалу керек. Жоспарды құрғаннан кейін өте маңызды бір мәселе, жоспар жазылу керек, яғни қағаз бетіне түсу керек. Питер Друкер деген кісінің эффективный управляющий деген кітабында айтқандай, тек қана сақтау қабілетіне сүйенетін адамдар дейді, уақытының құрбыс қалай кетіп жатқанын сезбей қалады дейді. Тура сол сияқты менің інімнің бір айтқан жақсы сөзі бар. Жаман қарындаш жақсы есте сақтау қабілетінен әлдеқайда жақсырақ. Сол себепті жоспар міндетті түрде қағазға жазылу керек. Яғни мысалы блокнотқа жазылу керек. Әрбір күн не істелу керек деген сияқты. Жоспарды қағазға жазудың екі плюсы бар. Біріншіден, адамның ойы жеңілдейді. Мысалы, ертең осылай істеу керек, бүрсігін бүйту керек деген сияқты бәрін ойда сақтайтын адам әркез шаршап жүреді. Стресске бейім келеді. Сол себепті басын тазарту үшін, басын басқа нәрселерге жұмсау үшін ол қағазға жазу керек. Екіншіден, ол ұмытпайды ол нәрселерді. Мысалы, кішкентай дүкенге шығып келген кезде 7-8 нәрсені алу керек болып, мысалы, мақсатпен шығатын болсаң, міндетті түрде бір нәрсе ұмытылып кетеді. Ол сондай нәрсе болмау үшін адам жазу керек жоспарды. Жоспарға қатысты кітаптар өте көп, олар қалай жазылатындығы тағы басқа деген сияқты. Бірақ енді бұл жерде әрбір адам өзіне ыңғайлы, өзіне индивидуальный подход дейді, немесе өзіне ыңғайлы нәрсені жазу керек, солай жүру керек. Мысалы, мен өз басым жарты жылдық
мақсаттар жазамын, немесе жоспар, сосын жарты жылдықты айлыққа бөлем, айлықты 4 аптаға бөлем, және аптаның ішіндегі жұмыстардың барлығын күндерге лақтырып тастап сөйтіп жасаймын. Мынау менің бүгінгі жасайтын жұмыстарым, ертеңгі жасайтын жұмыстардың барлығын қосып алып келген кезде, жарты жылдан кейінгі менің бәлен деген бір мақсатыма жеткізетін іс. Сол сияқты сіздер мысалы жарты жылдық емес 3 айлық мақсаттар қоюыңыз мүмкін, 1 жылдық мақсат қоюыңыз мүмкін, бірақ сол мақсатқа жеткізетін қадамдар күнделікті жасалу керек. Ол сіздің күндік, айлық, апталық жоспарыңызда міндетті түрде тұру керек. Жаңа айттық қой біз, мысалы адам баланс сақтау керек. Адамның өмірінің 24 сағатының барлығы сол бизнеске қатысты болмау керек. Немесе барлығы сол бір қойған бір жобасына, барлығы сол бір спортқа берілмеу керек. Адам міндетті түрде жоспарының ішінде жаңағыдай айтайық, бизнеске қатысты 3-4 сағат міндетті түрде бөлді. Одан кейін мысалы 1 сағат, 2 сағат денсаулығына бөлу керек. Тағы 1 сағат мысалы отбасына бөлу керек. Тағы 1 сағат мысалы туысқандарына бөлу керек. Тағы 1 сағат мысалы өзін бір кітап оқып, дамытатын бір нәрсеге бөлу керек деген сияқты. Күндік жоспардың ішінде барлығы толығымен бизнеске қатысты, немесе жобаға қатысты болмайды. Оған үлкен бөлік берілу керек. Мысалы сіз бизнес проектті бастаған болсаңыз, сол бизнес проектті жеткізетін күнделікті оған 4 сағат, 5 сағат көңіл бөліңіз. Одан қалған 1 сағат, 2 сағат денсаулыққа солай бөліну керек. Жоспар осылай құрылады. Тым ұзақ мерзімді жоспар міндетті түрде бөліну керек. Бір ғана бір жоспарды алып, күнде мысалы, бүгін 5 бет оқу, бүгін 5 бет оқу, бүгін 5 бет оқу деп жасай беретін болсаңыз, адам шаршап жүреді. Сол себепті сіз оны бөліп тастағаныңыз сізге өте жақсы. Жоспарға қатысты жаңағы айтқанымыздай, жоспарды жасаған кезде жасалған істің тұсына плюс немесе минус деп қойып отырған жақсы. Яғни жасалған ісіңіздің тұсына плюс қоясыз, ол жасалды. Бұл нәрсе сіздің бойыңызға сенімділік, өзіңізге деген сенімділік береді. Сонымен қатар мотивация, немесе алға қарай сізді жылжытады. Сіз осылай күнделікті кішкентай қуаныштармен ертеңгі жарты жылдан кейінгі үлкен қуанышыңызға қол жеткізесіз. Мысалы айтайық, сіз бір айдың ішінде Құранның бір парасын жаттаймын деп мақсат қойсаңыз, күнделікті мысалы жарты беттен бір беттен жаттап, сіз соған қол жеткізген кезде ертең үлкен қуанышқа сөйтіп қол жеткізесіз. Тура сол сияқты бизнесіңізге қатысты үлкен бір проект құрған болсаңыз, бүгін ол проектті зерттеу, ертең ол проектке қатысты бір нәрсені білу деген сияқты сөйтіп күнделікті қуаныш арқылы сіз соған қол жеткізіп, ертең үлкен қуанышқа қол жеткізесіз. Жоспар құруға қатысты тағы да бір айтып кететін нәрсе, жоспар бір күн бұрын құрылған жақсы. Яғни бүгін кешке отырып, ертеңгі жоспарды жасаған жақсы. Сонымен қатар жоспарды мысалы бір апта бойы жасалатын нәрсені өзіңізге энергияңызға сеніп бір күнде жасап өзіңізді қинамай, оны бір аптаға созған дұрыс болады. Бүгін соның бір бөлігін, ертең бір бөлігін, бір бөлігін осылай бөлген дұрыс. Бір апталық жұмысты бүгін істеп, қалған 5 күн бойы адам бизнесіне де жоспарына да қарамай кету, ол дұрыс емес. Ахаббул а'мали илаллахи ма қалла ва далла. Аллаға ең сүйікті істер аз болса да үзілмей жасалған істер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисінде айтқандай, адам асықпау керек, мақсатына жетем деп, ол күнделікті сол мақсатқа жеткізетін істерді күнде жасап отыру керек. Асығып бір апталық істі бір күнде істеп тастап, қалған 5 күн бойы жұмыс істемей, бір ай жұмыс істемей кету, ол дұрыс емес. Сол себепті міндетті түрде істі бөлу керек. Сонымен қатар әйтеуір бір жасалар деген сияқты мақсаттар болмайды. Міндетті түрде ол мақсаттар жасалуға келетін, адамның шамасы келетін нәрселер болу керек. Адамды уақытын дұрыс жоспарлаудың келесі бір қадамы ол ерте тұру. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде үмметімнің ерте тұруында береке бар деген. Біз береке деген нәрсе, бұны алдағы уақытта мен сіздерге толық түсіндіріп өтем, бірақ береке деген жалпы арту, көзге көрінбей арту дегенді білдіреді былайша айтқан кезде. Сол себепті адамның ерте тұруы, үмметіміздің ерте тұруы, онда береке бар деп пайғамбарымыз айтып кеткен. Осыған қатысты Саида Елшібай деген бір қарындасымыздың видеоларында осы уақытқа қатысты 2 кітапты ұсынады. Мен де сіздерге соны айтқым келеді. Ол режим гения деген кітап бар, сонымен қатар магия утра деген кітап бар. Осы 2 кітапты оқып, жаңағы атақты адамдардың қалай ерте тұрғандығы және күн тәртібімен таныса аласыздар. Жаңағы жоспар құруға қатысты келген кезде, мысалы осы ерте тұрудың да бұл жерде үлкен рөлі бар. Мысалы, таңертең сағат 6-да тұрдың дейік. 6-да тұрғаннан кейін жуынып, дәретіңді алып, шайынуыңа белгілі бір уақытты бөлдің. Намаз оқуыңа белгілі бір уақытты бөлдің. Мысалы, көп кітаптарда, бизнес кітаптарда делайте с утра медитацию деген сияқты, делайте зарядку деген сияқты. Я міндетті түрде жай отырып бір ойланам деген сияқты нәрселерді жасауға болады әрине, бірақ ол нәрсені пайдалырақ нәрсемен ауыстыруға болады. Мысалы, жай отырғанша Алланы еске алып зікір етіп отырған жақсы. Намаз оқы.
зарядка жасау міндетті түрде енді керек, әрине ол денсаулыққа көңіл бөлдің дейік. Сөйтіп осы таңертең таң намазын оқуың бар, дұғаң жасауың бар, жай ғана медитация жасадың бар, зарядка жасадың, бұның бәріне 1 сағат уақыт кетуі мүмкін. Соны 6-7-ге дейін осы нәрсенің бәрі жасалды. 7-тен қарай дайындалдың, шайыңды, тамағыңды іштің, 7:30-да жұмысқа шығып кеттің, немесе 7:30-дан бастап бір өзің жұмысыңды бастап кеттің деген сияқты. Сөйтіп адам өзі осылайынан бір айдай осылайынан жаңағы осыны дағдыға айналдыратын болса, ары қарай ол оның дағдысына айналып кетеді. Сол арқылы ол бұған дейін қол жеткізе алмай жүрген көп нәрсесіне қол жеткізе бастайды. Сол себепті уақытты тиімді дұрыс пайдаланудың, дұрыс жоспарлаудың ең үлкен бір тетігі ол ерте тұру. Брайан Трейси айтады, если миллионер болғың келсе, бай болғың келсе дейді, оның алысқа барудың қажеті жоқ дейді. Екі-ақ нәрсе керек дейді. Біріншісі, бай болған адамдардың өмірлерімен оқып таныс дейді. Екіншісі, солар жасаған жаса дейді. Тура сол сияқты бізде де мына нәрсені айтып отырмыз. Мысалы, шариғатқа қарайтын болсақ, жәннатқа жетудің, ақиретте жетістікке жетудің кілті ол да осы нәрседе жатыр. Бірінші, пайғамбарымыздың өмірін оқы, сүннеттерін, хадистерін тағы басқасын зерттеп қара. Екіншісі, сол кісі жасағандай жаса дейді. Ол кісі мысалы құптан намазын оқығаннан кейін көп сөйлемейтін болған, бірден жатып қалатын болған, және таң намазынан кейін ұйықтамайтын болған деген сияқты. Осы сияқты әдеттерді адам өзінің өміріне айналдыратын болса, міндетті түрде ол жетістікке жетеді. Шариғатты толығымен ұстануға тырысып, сонымен жүретін, жаңа пайғамбарымыздың айтқан хадис насихаттарымен жүруге тырысқан адамдар міндетті түрде ақиретінде де дүниесіне дұрыстап жөндеп алады. Екеуінде де жетістікке жете алады. Және де уақытты тиімді пайдаланудың немесе дұрыс жоспарлаудың ең соңғы былай пунктін айтатын болсақ, ол уақытты бос өткізуден мейлінше аулақ болу. Енді уақытты бос өткізуде өзіңіз білесіздер, ол нәрсенің ішінде не жататынын. Оның ішіндегі ең үлкен жаулардың бірі ол телевизор қарау. Дастархан басында болмайтын бір саясатпен тағы басқа мысалы талқылау деген сияқты нәрселер. Бұндай нәрселерден мейлінше аулақ болған жақсы. Жалпы енді қайсы нәрсе мен үшін пайдалы, қайсы нәрсе мен үшін пайдасыз деген сияқты нәрсені анықтауда адам өзіне бірақ қана сұрақ қою керек. Мен қазір жасап жатқан ісім маған пайдалы ма? Маған дүниеме пайдасы бар ма, қандай да бір? Ақыретіме қандай да бір пайдасы бар ма деген сұрақ қою керек. Бұл сұраққа жауап беріп, иә пайдасы бар дейтін болса, оны жасау керек. Пайдасы жоқ болатын болса, одан бас тартқан жақсы. Оның сіздерге алып келер ешқандай пайдасы жоқ. Ибн Мас'уд деген сахаба айтады, егер де дейді, дүниенің ісімен, ақиреттің ісімен айналыспай отқан бір адамды көрсем, мен ондай адамды өте қатты жек көремін деген екен. Тура сол сияқты атақты ғалымдарды айтатын болсақ, мысалы Стив Джобс айтады, егер де дейді, маған 25 жасқа қайтатын мүмкіншілік берілгенде дейді, онда мен өзіме былай ақыл айтар едім дейді. Ей Стив Джобс, анау болмайтын бір философский сұхбат беруге, бір теледидарға, бір журналға сұхбат беруге келіспей деп айтар едім дейді. Яғни ол кісі өзінің кейінгі қартайған шағында сол жастық шақтарын сондай болмайтын нәрселерге бір 10-15 минут болса да соған құртып алғанына қатты өкінген екен. Тура сол сияқты Қытайдың мынандай бір мақалы бар. Бос уақыты көп адамдар жетістікке жетпейді деген бір сөздері бар. Тура сол сияқты тағы да бір атақты ғалымдардың айтатын бір сөздердің ішінде уақытын тиянақсыз, уақытының құнын білмейтін, уақытының қадірін білмейтін адамдар дейді, ұялмай, қызармай басқа біреудің уақытын жейді дейді. Сол себепті уақытты құр бос жіберіп алудан өте сақ болу керек. Атақты бизнес коучтардың кейінгі кезде көп айтатын сөздері, адамдар WhatsApp-қа, мессенджерға, YouTube қарауға көп уақыт кетеді, оны өздері сезбейді дейді. Ол нәрсенің меніңше графигін құрып қойған жақсы дейді. Сіздің бағана құрған жоспарыңыздың ішінде міндетті түрде жаңағыдай интернетті қарау деген сияқты нәрсеге бір жарты сағат әрі кетсе, бір кешкі уақытта қойып қоюға болады. Немесе күндізгі уақыттарда тек өзіңізге пайдалы нәрсе қарап, болмаса басқа уақыттарда оған қарамаған жақсы. Өйткені адам өзінің уақытының сонымен кетіп қалатынын сезбей қалады. Сонымен қатар уақытты бос жібермеудің тағы бір кілті, бір істі жасап жатқан кезде екінші бір іске секірмеген жақсы. Алла Тағала Құранда мен адам баласына екі жүрек жаратпаған дейді. Яғни адам баласы бір сәтте екі істі қатарынан жасай алмайды. Жасау мүмкін, бірақ екеуі де тиянақсыз болады. Сол себепті тиянақты жасау үшін адам бір іспен айналысу керек. Көп адамдар қазіргі кезде интернетке бір мәлімет іздеп, мысалы айтайық, бір диплом жазып отырған студент болса, интернетке бір мәлімет іздеп кіргеннен кейін оқып отырған кезде бір жаңалықты оқиды, соған кіріп кетеді, сөйтіп дипломы бөлек, өзі бөлек, сөйтіп жарты сағат, 1 сағат, 2 сағат уақыт кетіп қалуы мүмкін, немесе бір күнде кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті ондай нәрсеге кетпеуге тырысу керек. Яғни әр едік жасап отқан ісіңізге өзіңізге сұрақ қойып отырыңыз. Мынау ісім маған пайдасы бар ма?
мынау ісінің дүниеде қандай да бір пайдасы бар ма, мынау ісінің ақыретке қандай да бір пайдасы бар ма деген сияқты осылай сұрақ қойып өзін тежеп отыру керек. Және де айтқанымызда бұл әдеттер, яғни бұл бірде сіздерге келе алғамайды, сіздер біртіндеп осылай өздеріңізді үйретесіздер. Демек, біздің осы уақытқа қатысты айтқан нәрселеріміз осылар. Ең алдымен адам өмірінде тепе-теңдік ұстауға үйрену керек, өзіне, Раббысына, қоғамына көңіл бөлетіндей. Екіншіден, ол өзіне мақсат қою керек, арман қою керек. Үшіншіден, сол арманға жетелейтін қандай да бір ыңғайлы тәсіл табу керек. Оқушы ма, жұмыскер ма, бизнесмен ма, тағы басқа деген сияқты өзіне бір ыңғайлы тәсіл. Тәсіл тапқаннан кейін ол сол мақсатқа жеткізетін амалдардың жоспарын жазу керек. Жоспарды жазған кезде де жаңа біз айтып кеткен пункттардың бәрін сақтап, мейлінше сонымен жазған жақсы, және де бұл салада тағы біраз кітап оқып зерттеулеріңізге болады. Сонымен қатар өте маңыздысы жаңағы ең соңғы айтқанымыз, бос уақыт өткізуден мейлінше аулақ болу керек. Уақытты бос өткізетін адамдардан аулақ болу керек. Қасына өзімен бірге единомышленник дейтін, немесе жаңа өзін сияқты ойлайтын, өз сияқты бағыттағы адамдармен көбірек араласып, солардан үлгі алу керек. Болмаса, осы салада болсын, басқа салада жетістікке жеткен адамдардың өмірлерімен танысу керек. Пайғамбарымыздың, сахабалардың өмірлерін оқып білген жақсы. Осылай адам өзінің өмірін жөндеп ретке келтіреді. Міне уақытқа қатысты біздің айтатын әңгімеміз осы жерде аяқталды деп айтуға болады. Уақытты тиімді пайдалануға қатысты еңбектер көп, өздеріңіз қоса іздене жатарсыздар деп ойлаймын. Мен осы видеоны пайғамбарымыздың мына бір хадисімен аяқтағым келіп тұр. 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсенің қадірін біл дейді пайғамбарымыз. Қайтыс болмай тұрып, өміріңнің қадірін біл. Ауырмай тұрып, денсаулығыңның қадірін біл. Қартаймай тұрып, жастық шағыңның қадірін біл. Қолың босамай қалмай тұрып, бос уақытыңның қадірін біл. Және де кедей болмай тұрып, байлығының қадірін біл дейді. Яғни адам баласының өмірі, жастық шағы, денсаулығы, бос уақыты, бұлардың барлығы өте маңызды. Және де осылардың барлығын тиянақты дұрыс пайдаланған жағдайда адам бай болып, байлыққа да қол жеткізу мүмкін. Жетістікке де қол жеткізу мүмкін. Ақыретінде қамдап алу мүмкін. Сол себепті адам уақытқа өте қатты мән беру керек. Видеоның соңында сіздерге 2 тапсырма бергім келіп тұр. Біріншіден, қазірден бастап ерінбей барып бір блокнот, бір ручка сатып алып келіп, сол жаңағы блокнотқа 5 жылдық, 1 айлық, 1 апталық, 1 күндік мақсаттарыңызды жазып шығыңыздар. Яғни қандай да бір арманды қойғаннан кейін сол арманға жеткізетін мақсаттарыңызды жазыңыз. Қадамдарыңызды не істейсіз? Осы жарты жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде не нәрсеге қол жеткізесіз? Жарты жылдың ішінде не нәрсеге қол жеткізесіз? 1 аптада не нәрсеге қол жеткізесіз? Және 1 күнде нелер жасайсыз? Солардың барлығын жазып қойыңыз. Екіншіден, осы мақсаттарды жазғаннан кейін, яғни жоспар құруға кіріспес бұрын, жаңағы мен айтқандай, осы бүгінгі жексенбіден келесі жексенбіге дейін барлық істейтін істеріңізді ерінбей жазыңыздар. Беті қолыңызды жуғанның өзіне қанша уақыт кетті? Тамақ ішуіңізге қанша уақыт кетті? Жай көшеде бір жүрген кезде қанша уақыт кетті? Соның барлығын міндетті түрде жазыңыздар. Сосын сол жазған нәрселерді осы видеоның соңындағы электрондық поштаға жіберулеріңізге болады, немесе осы видеоның астынан комментарий ретінде жазсаңыздар болады. Егер мүмкіндігі болса, мен сол комментарийға сіздерге жауап беремін, не болмаса келесі видеода сол нәрсені бірге талқылаймыз. Алдағы видеода айтқандай, бұл нәрселердің бәрін біз бірге жасаймыз. Сол себепті келесі видеоларда мен өзімнің жоспарымды қалай құрғандығымды, қалай бастағандығымды соны сіздерге айтамын, және де сіздердің жоспарларыңызды талқылаймыз. Сонымен қатар осы уақытқа қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, онда да осы комментарийда немесе жеке электрондық поштама жіберулеріңізге болады. Уақыттарыңызға өте мұқият болайық.